ал жерде штаттың қысқару деп берді. Штаттың қысқару Иә, штаттың қысқару деп берді. Негізі дұрыс емес, керісінше штаттың күйеуі. Сізге қашан берді бұл нені? Осы пятница күні бар. Пятница күні мен Сұлтан Сарифовнаға сол кісіге жіберген болатын. Сол кісі бірден физикасын шығарды. Және сол күні облыстық білім басқармасы Сұлтан Сарифовнаға жауап берген болатын. Бар болғаны 10 сағат деп мүмкін емес. Бірдей мектеп тұрған кезде 7-ден 3-еу, 8-ден 3-еу, 10 класстан 4-еу мысалы. 10 класстан 3-еу жалпы қосқан кезде 7, 3, 10, 14 сыныптар. Мысалы бір есептеп алатын. Сол 14 сыныптар мүмкін емес, бар болғаны 10 сағат жоқ. Яғни ставка толтырып сағат беріп отыр. Қасымдағы екінші пән Закаринаға, сонымен қатар лаборант беріп отыр, кабинет меңгерушілік беріп отыр. Сонда ол 1,5 ставкадан асып кетіп отырған жүктемесі. Директорге барған ол үшін директор аңсаған сабаққа дейін оқушы жөнінде орынбасар жауап береді. Осы мәселе бойынша исследоваларды қайта келесі күні айтамын. Четверг күні барсам айтады, пятница күні айтасыз, пятница сол уақытпен келесіздер. Және де элективті факультативті курстарыңызды алып беріңіздер. Сіздер сағатыңызды қай класстарға сағат беріп, сол бойынша элективті факультативті курстар алып береді. Яғни мен ол курсты іздеп тауып, сағат санына реттеп алып беруім керек. Енді пятница күні барсам сағат жоқ. Сіз не болсында мен ақылдап отырсыз енді. Егер элективті факультативті курс жоқ болатын болса, оны неге маған әкел деп отырсыз? 0 сағат сіздер кәдімгі марқайып айтып отыр. Оқу жылының соңында жаңа оқу жылына мектептің оқу жоспары, алдын ала жоспары кеңесте хабарланып бекітіледі. Жаңа оқу жылына жаңа оқу жоспары. Сол оқу жоспарына сәйкесті оқу жоспарын алдын ала бекітіп алғаннан кейін сағат саны есептелінеді. Сол сағат санына сәйкесті әр мұғалімге еңбек демалысына кетпес бұрын келесі оқу жылына өзінің жүктемелерімен таныстырылады. Сол жүктемесі барын жоғын біліп, оқу жылының соңында еңбек демалысына 56 күн еңбек демалысына шығады. Еңбек демалысына шыққаннан кейін сол оқу жоспарына сәйкесті жаңа оқу жылына дайындық, тамыз айында дайындық оқу жоспарларын жасап, ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді жоспарларын жасап, жаңа оқу жылына дайындық жұмысы жүргізіледі тамыз айында. Оқушыларды шақырады арасында. Енді биылғы жылы тап сол ретпен мамыр айында номер 6 педкеңесте күн тәртібінің бір сұрағы болып, осы 2021-2022 оқу жылындағы оқу жоспарының алдын ала жоспары бекітілді. Бізде қазіргі таңда ертең 7-ші класты қабылдайық деп отыр. Сонда 7 мен 9-ның арасында 10 класс бар, 10-ші класс 3 класс бар. 13 класс комплектісі болса мектепте, оның 4-еуі орыс сыныбынікі. Сонда қалған 9-ы қазақ сыныбының сыныптары. Сонда есептегенде 7 мен 9-шы сыныптардың арасында әр класста бір биология болған кезде, бір сағаттан деп болған кезде, ол барлығы 7 сағат шықты биология. Ал мынау 9 бітіріп 10-шы класқа кәсіби өзінің бағдарын таңдап, бағдарлы оқиды 10-шы класста. 10-11-ші класста бағдар. Мысалы, физика, математика бағыт немесе химия, биология бағыт деп таңдап оқиды. Сонда бізде қазір 9 бітіріп отырған негізгі мектепті бітіруші 45 түлектің ішінде осы оқу жылының соңында 5 оқушы ғана химия, биология бағдарын таңдап. Оның ішінде қазіргі таңда 5 оқушыға енді класс ашылмайды, химия, биология деп ашылмайды. Химия, биология бағдары бойынша ашылу үшін, бір класс болу үшін кемінде жаңағыдай 15-16 оқушы болу керек қой. 5 оқушы, бірақ та сол 5 оқушымен қалғаны физика, математика, мына оқушылар 5 оқушы жаңа химия, биологияны оқиды деп, тек 3 сағат қана біз таңдау курсына, таңдау бөлімі деген бар, содан 3 сағат қана есептеп отыр. Сонда 7 мен 9-ның арасында 7 сағат, 10-шы класстарда 3 сағат бір классында, сонда барлығы 10 сағат болып отыр биология. Бір мұғалімнің нагрузкасына, жүктемесіне толмайтын сағат болып отыр. Бір мұғалімнің жүктемесіне толмайтын сағат болып отыр. Бізде бір химик, бір географ жұмыс жасайды, 2 биолог. Бір химик, бір географ, 2 биолог болып отыр. Тек қана 10 сағат болып отыр. Сол 10 сағатты былай есептеп, бір мұғалімге беру жөнінде шешім қабылдады комиссия. В данный момент осы келіспеушіліктің өзі сол бастан сол сағатқа байланысты деп ойлаймын мен өзім. Енді мен қазіргі таңда осындай
тек қана менің пікірім емес, мына жерде комиссия сағат көлігін шешіп бүйтіп хаттамасын беріп отыр. Мен соған келісіп, соған сәйкесті хабарлама беріп отыр. Басқа түк алып айтар ештеңе жоқ. Не үшін міндетін атқаратын керемет жетістігі бар жас маманды бүкіл сағаттың бәрін тартып алып. Бұл жерде сіз дейтін өзіңіздің жалпы бір өшпенділік алу, мен оны басып тастау, ол менің жас пікірім білдірмеу керек, үндемеу керек, маған қарсы шықпау керек деген позицияны ұстап отырсыз. Бұл шынымен қарайтын болсақ, бір жағынан өте ұят. Үлкен басыңызбен, директор басыңызбен, сіз мейлі тіпті өзіңізді сыйламай ақ қойыңыз, тіпті дейтін шынымды айтатын болсам, сыйыңызды, қадіріңізді мұғалім алдында емес, оқушының алдында кетіп қалды. Оқушылардың сіз туралы комментарийсін оқып отырғанда боларсыз, хотя бы отырған орныңызды сыйласаңыз, хотя бы бір орныңызды сыйласаңыз, өзіңізді сыйламай ақ қойыңыз. Фактімен сөйлейміз, сіз бағытта айтыңызшы, неге балағаттауға мүмкіндік беріп отырсыз, сіз журналистсіз ғой. Мен ешқандай сағатына қатысты жауап берсем. Мен сағатына несіне байланысты айтайын. сонда қазір тоқталыңыз. Сонда дейді, неге өткен жылы теңдей қылып сағат бөлдіңіз? Ал неге биыл бөлмей отырсыз? Неге менің сағатымды ол кісіге беріп отырсыз? Ол кісі Закарина Кулесансыбай әлі зейнетке кетуіне 3-4 жыл уақыты бар. Қай заңда көрсетілген? Көрсетіңізші, заңның бабын көрсет. Осындай заңда бапта міне зейнет алды жасына байланысты барлығын толтырып беру. Жаңа сіз айтып отқан 10 сағат дегеніңіз, ол бар болған биологияның сағаттары да. Одан кейін ол қосылатын сағат 7 факультатив бар. Одан кейін бұл шамамен есептелген кезегісі. Ал толықтай бекітілген жоқ. Есептеп қарайтын болса, сонда білдей мектепте 13 сыныбы бар мектепте бар болғаны 10 сағат шығу деген өте ұят нәрсе ғой. Қалай кімді алдамақшысыздар? 10 сағат деп. Мүмкін емес нәрсе 10 сағат. Неге менің сағатыма тиісіп отырсыз? Мен ол кісінің сағатына тиісіп отқан жоқпын. Неге менің сағатымды алып қойып ол кісіге беріп отырсыз? Жауап беріңіз. Ол кісі 2013-те келетін болса, мен 2015-те келдім. Менің педагогикалық стажым 5 жыл емес, 6 жыл. Мен заңның бабына сүйеніп айтқан жоқпын, жалпы адамгершілік тұрғысынан ол кісі бірінші сізден бұрын жұмысқа келген. 2 жыл бұрын келген жұмысқа қабылданғанда келісім шарт негізінде толық жүктемемен қабылданады деп қабылданды. Сондықтан толық жүктеме ол кісіге беруге міндеттімін. Мен былтыр наурыз сіздерге екеуіңізге де біз әкімшілік бөлген кезде екеуіне бірдей қылып бөлдік. Биыл міне келісім комиссия солай шешім қабылдады. Енді сұрақ, сол шешімге сәйкес мен келістім, жақсы дедім. Сіз мына фактіні жоққа шығардыңыз ғой, оқушыларды 5-ке шығарады деген қатысты. 5-ке шығарады деген кешіріңіз. Сіз ол жерде енді біз қандай да бір жиында оны тапсырма бермейміз, тек балалардың потенциалын қарап дегеніміз маңызды пікір айтамыз. Бірақ енді кейін бұл кісі өзіңізді енді материалды оқып көріп отқаннан кейін аудиозаписті тыңдағанымызға күмәнім жоқ. Бірақ ол бұл кісі бізге бір аудиозапис жіберді, бір емес екі сіздің қызметкерлеріңізбен арадағы әңгіме. Бұл жерде енді оқушыларға баға қоятын және қай оқушыға атын атап түсіністеп көрсетеді. Бірақ сіз бұл фактіні жоққа шығарып едіңіз. Бірақ біз фактіні мен жоққа шығарамын, әлі де жоққа шығарамын. Себебі ол педкеңестің жазғасы да өзінде болар, ол кісі оны көрсетпей отыр ғой. Педкеңесте солай айтылып деп айтылып отыр ол кісі. Қойыңдар, қоясыңдар, шығарасыңдар, 5-ке шығарасыңдар деп айтты деп отыр ғой. Соның аудиожазбасы ол кісіде әлі де болар, потому что артындағы аудиожазбасын бүйтіп ұстап отқанға қарағанда. Ол аудиожазбасына олай жазбаған, олай айтпаған себепті ол аудиожазбасты ол сізге ұсынбай отыр. Мен ол жерге бұйрық беріп танысмын, шығарасын сорды, сочи деп сөйтіп айтып отыр ғой, айтудан істеймін. Өйтетін болсам, сол оқушыны әкелткізіп, менің сұранысым бойынша мен қасында отырып сорды көшірткізіп, немесе жаңағы БЖБ-ны, ТЖБ-ны көшірткізіп отқан фактыңыз бар ма? Сөйтетін болса, мен айтып отыр, өткен жылы 4-ші тоқсанда маған дейтін заочтар, 3 зауч қатарынан класс жетекшісі, пән мұғалімі хабарласып деген. Осы оқушыға әрине 5 шығар деп неше рет қойдым. Ол класс жетекшілермен де сөйлесіп. Сонда да мен қойған жоқпын. Өйткені директордың тапсырмасы деп айтылды. Аудиозапистағы бар қыздарды да шақыртқызып сөйлестіріп. Мен олардан да түсініктеме алдым. Мен сізге сондай мәлімет айттым, олар маған түсініктемесін беріп отыр, кешіріңіз. Бізді ұйқылы ояу кешке таман звондаған кезде, аха деп бүйтіп айтқан екенбіз, оны кері ертең сұрадым мен. Олар да комиссия шақыртып көзбе-көз сөйлесілді. Бұның бәрі жан-жақты қаралған мәселе. Жақсы,
басқа мен қоспай аларым жоқ. Бірақ та ол мұғалім өзінің бағасын шығарды енді.